Мынау Яонденің ең үлкен торговый центрі ішінде сұмдық, енді адам көп. Басқа торговый центр ашылып, мына жақтан сонда да адамдар кетпейді. Ерім қалған жерлері ғой. Қазір продуктының ценаларын көрсетем. Carrefour деген магазин бар, ең үлкен маркет. Может, кешке түнде келген үшін адам аз шығар, бірақ негізі адам көп болады ше. Мына жақтар кафешкалар, летниктар. Мына жақта таксилер тұрады. Playground мына жерде. Play park дейді. Мен африканецтер нелерін айтайын ба? Жақсы жерлерін. Түнде олар көрінбей қалады, қап-қара болғандықтан. Сол жерлер қызық. Алды осы плейстің. Крокодайл не еді, лакостаның ішінде не болып отыр екен. Скидка соған жасап қойып қой. Қазір лакостаның несіне дейін баратын жүрмін ал. Прикольно. Лакостаның есігіне дейін барады екен. Мынау африканские, именно камергонскийдің традиционный киімдері. Мынау вождың деймін, мынау қасындағы әйелдің. Мынау суеверие бар ғой, осындай тастарда қолданады осылар. Мынау да кішкентай баланыкі. Jules. Бұл да магазин. Манго ашылған, өткене. Красотки. Қымбат жолсы мангоның іші. Мынақта африканың текстиль сатылады, бірақ қымбат сатылады. Мен брикетери деген базар білем. Брикетерді арзандырақ сатылады, мен сол жақтан барамын десең да. Мынақта, конечно, қымбат. Арендасы қымбат қой мына жердің. Мына жақта да осындай камерунский нәрселер сатады. Мыналардың бәрі ағаштан жасалған. Ағаштан ойып жасағандар. Мысық. Бай. Дева Мария. Сөмкелер, сувенирлер, әртүрлі нәрселер. Бисерден жасалған. Bonjour. Мына бат деген неге Икея немесе Zara Home'ға ұқсайтын нәрсе, ішінде үйге керек заттар сатылады. Юврашер бар. Мынақта Франс. Негізі жалпы осы торговый француздар ашқан, сондықтан Францияның магазиндері көп. На Carrefour де французский. Біз ошақтан закуп жасаймыз көбінесе. Апталық немесе айлық. Көбіне апталық жасаймыз. Қазір Кубок Африка болып отқандықтан осындай флагтар сәндеп қойған. Барлық жерде осындай флагтар, как вы заметили. Кот д'Ивуардың флагы, Гананың ба, біршетінкі. Бір қызығы бұл Carrefour'дың ішіне техника да бар, продукты да бар, овощи да бар, бүкіл нәрсе бар. Техника жағы. Тоңазытқыштар. Мына жақта да холодильниктер. Міне кондиционер, барлығы бар. Жақсы ценада еще. Мына машина тазалайтын нелер. Микроволновка, духовка. Бәрі бар. Даже телефон стады ғой. Представляете? Промоушен. Ана жақта продукты. Киім де сатады сол жақта, кстати. Тек қана машина сатпайтын жер, үй ма, екеуін сатпайды, қалған бәрі сатады. Міне телефонды сатады екен. Телефонның бағасы iPhone. iPhone Pro'ның 13 Pro'ныкі 829 мың. Барлық сатады.
үй сатпайды деп қоям. Үйде сатады екен деп. Үй міне. Су құйып қойған маған сонда. Кітаптар қатарда бар, но бәрі французский. Оқығың келсе, только французский оқы деген. Ағылшынша жоқ қой ішінде. Мысалға, қайсын көрсетейін. Мынаны дейді. Le Pionnier. Оля, пионерлер жайлы. Көп екен, пионерлер жайлы. Не оқыған қалайды, соны алып келеді ғой жалпы. Артық нәрсе оқып қойды ғой негізі. Кітаптар еще қымбат тұрады. Жалпы мен кітап оқытқан адам көрмеймін ше осы жақтан. Ешкім кітап оқымайды секілді. Кітаптардың магазинін де көрмегенмін. Осы жер шығар ең көп кітап сататын жер. Африканская кукла. Мы похожи. Солидарность қой. Но үлкендері де бар. Кішкентайлы түрлері де бар. О, хочу себе одного, блин. Прикольно. Волосы кудрявые. Басқа прическала. Иди de textile, иди de textile. Мен мыналарды қапақ деп ойлап қалғанмын. Негізі көп салатын нәрсе ғой. Нельзя. Прикольно же. Короче, бұлар мына ішіне бірдеңе салып қоясың. Нан, не знаю. И намен бетін жоқ қоясың. Сондай нәрсе. Қолдан тоқылған сияқты. 7400 тұрады екен. Ой-ой. Мына пиалушка кеселерге. 2100 теңге. Ой, 2100 сифа. Ол примерно 1900-1800 теңге ғой. Вау, огромные прям. О, динозаврик даже бар екен. Прикольно, жаман үлкен ше. Ауыр екен еще. Не деген ауыр? Балалар көтере алмайды ғой. Үлкендерге арналған ма немене? Нарядта тіпті матрастарды сатады. Мынандай заттарды сатады. Жастықтар, барлығы бар. Магазинде айттым ғой, бүкіл нәрсе бар ше. Шторы, ше. Іліп қоятын нелер. Бәрі. Мына жақта киім сатады. Африканский киімдер сатады екен мына жерде. Алса болады тоже. О, пледики. Мягкие. Косметика да бар. Помада. Все, абсолютно все есть. Maybelline, New York. Mascaras, top picks from New York. Прикольно, мынандай теңдері, қара тондарды мен Қазақстанда көрмегем. Қара адамдарға арналған ғой енді. Бұл жақта бар екен. О, еще. Спагетти алып жатырмын. 700 сифа. Ол примерно 500 теңге. Значит, да Барилла деген бар. Но олар қымбат тұрады. Ет те сатады, конечно, мынау ненің еттері түсінбеймін даже. Не жазып қойған? Поиси ма немене? Динде деген немене ол? Мынау крокодил ма немене бәле? Қыстай сондай нәрсеге. Осындай нәрселер жейді ғой олар. Мынау немене? Порк дейді. Мынау шошқан еті. Мынау да порк екен. Шошқан еті. Шошқан еті көп екен. Халал, харам. Мына жақта тоже еттер какой-то. Біз еттерді басқа жерден аламыз, өзіміз сойдырамыз, кстати. Бүф дейді. Мынау сиырдың еттері екен енді.
Мынау да шошқаның бірдемелері. Жұмыртқа тоже 30 штук болып сатылады. Қазақстандағыдай стандарт 2500 сепа. 1800 басындай теңге болады. Кукуруза 1500 сепа тұрады екен. Еще бір мужиктің суреті тұрады. Осыны алайық. Неме өле? Нормальный оливкелер жоқ ше, осы ең жақсылар. Мынау сонша үлкен. Нормальныйлар жоқ. Мынаны алайықшы. 1420 жет. Бұл жақта чипстардың түрі Pringles емес, Cracks. 1825. Крости дей ма? Әтүрлісі бар екен. Мына майор деген пальмовый май. Бұл пальмовый маслы осы жақта шығарылады. Олея деген тоже осы Камерунда шығарылады. Олея деген басқа бір басқа өсімдіктің майы. Мынау жаңағы оливка деп оңай. Майор деген пальмовый масло. Қолдануға болады, бұны көбінесе шоколадтарға қолданады, ол негізінде. Қанша тұрады? 1490 тұрады екен. Қымбаттап кетті. Майор да қымбаттап кетіпті. Ал вообще-то Камерун осы специяға толы, бүкіл қарабұрыш сондайларды бүкіл әлемге таратады негізінде. Мына қарабұрыштары, езілген қарабұрыштар, не бұрыштар, қызыл бұрыштар. Бүкіл специяның түрлерін осы Камерунда көп шығады. Но ақ бұрыш бар еще, мынандай ақ бұрыш араласқан. Осындай аяқ бізде. Не мынау? Алдын күйеуім осы Афиди деген фирмаға барып қайтқан, бұрыш шығаратын. Үлкен дейді. Осы Камерунда, Дуала деген қалада орналасқан. Долей деген тоже осы камерунский не ғой фирма. Көп нелер шығарады. Мынау сметана, саңсыпры деген, сахарсыз деген. Саңсыпры деген. Мынау детский йогурт мен балам жақсы көретін. Бүкіл пачка 3000 сепа тұрады. Осы камерунский болған екен немаштардан. Арзан негізге. Мына жақта фруктылар сатылады. Папайя, авокадо, тағы папайя. Авокадодан басқа түрі, кокос. Дыня, что ли? Дыня келді. Банандар, ананастар, арбузики маленькие. Құрысол деген. Осыны түсінамадым дәмін. Алма бірақ импортный. Алма бұл жерде жоқ. Алма сол үшін қымбат тұрады. Бір штугы 500 сефа тұрады, ол үшін. Ол дегенің 470 теңге. Мына өткендегі миондо деген манек. Бұны енді жей алмаймыз, енді білмеймін. Тоже африканский. Бұрыштар. Салатные листья. 481 сепа. Мынау имбир. Мынау тоже манек жасайтын жаңағы тамыр. Ағаштың. Соны жейді бар. Мынау макобо дейді, бланк дейді. Ол тоже манек сияқты бірнеше жасайды. Мынау патат. Обычные картошечки. Мынау плантейн. Плантейн бұл банан емес. Плантейнді қору жеу керек. Бұны бұлай шекелей жей алмайсың. Прям миллион түрлі специя бар ғой. Бәрі осы Камерунда шығарылған. Специяларды жақсы көреді, өте ашығып тамақ жасаған жақсы көреді. Сол үшін специяның түр-түрін біледі ғой. Әртүрлі түрлеріне қосылды. Мен даже білмеймін, не үшін бұлардың бәрі. Міне қызыл специялар ашы көрініп тұр. Көп, неткен көп. 700 грамм картошка 698 сефа болды. Бұл жақта сухофрукты деген нәрсе жоқ, 610 дейді. Мынау азақ түрі, еще араласып кеткен бәрі. Қымбат. Сухофруктылар импортный болғандықтан бәрі қымбат. Сағанандай фисташки салар. Қымбат. Мына өріктің де несі келіп тұр. Сухофрукт. Бұл да қымбат. 5500 дейді.
Амандис деген тоже қымбат. Жалпы импортный нәрселер қымбат болады. Арада бірақ қалап кеткен кезде жейсің ғой. Блин, вот этот вкусный. 920 дейді бірақ. Финики. Қазақстандағы бағаны білмеймін, бірақ 3900 дейтін жерде. 1000 ғой, кажется, Қазақстанда да. Бір коробка. На өткенде айтқан марка Martinal деген. Made in Cameroon. Камерунский тоже. Ovaltine, да? Ovaltine. В общем, тоже камерунский марка. Бұл какао маркасы. Солай. Кофелер бар. Тоже кофе импортный. Сүт те қымбат, кстати. Ең арзан сүт, 1200 сепа. 1 литрі. Ал президент бар, ол 1950. Пик деген бір сүт шықты ғой, 990 жетіп білмеймін, оны алып көрмеппін енді. Мына жерде де сүт 2200, лактайл деген. Жалпы сүт қымбат, білмеймін неге. Сүт культурасы жоқ па, бірдемей ғой. Бірақ бұлардың көбісі осындай сухой сүтті қолданады. Осыдан маған ұнамайды сухой сүттер. Қолданбаймын мұндайларды. Қазақтар шай ішкен жақсы көреді, бірақ бұяқта шайдың түрлері жоқ. Кәдімгі жапырақ шайларды таба алмайсың, бәрі осындай пакетированный. Үйті олардың бәрі тек қана ауырғанда ішетін шайлар деп қарастырады. Шайларды жалпы ауырған кезде ішеді деп ойлайды олар. Біз сияқты күні кеше бір бит ситронель, минт және ситрон деген лимон. Бәрі шипа шайлар сияқты ғой, в общем. Мысалға, мына шайды бір рет ішіп көрейік деп алғанбыз. Африкада жасалған бұл да. Ой, дәмі бар ғой, тура дәрі ішкендей боласың ғой. Джинджембре деген, мынау тоже ауырған кезде ішетін. Көбінесе маляриямен ауырған кезде ішетін шайлар бұлар. Малярия ауыру көп қой, тифоид деген сияқтар. Дәрі болып есептелінеді. 5550 тұрады екен. Виктория, ну, кажется, нормально, да? Можем вот это взять. Қанша тұрады екен, интересно. 1750 дейді. Бұл жері, конечно, ішімдікті жақсы көреді, сондықтан мына қатардан бастап, мынау, ана жаққа дейін барлығы ішімдіктер. Пиво, вино, бәрі, короче. Негізі жалпы Камерун өзі осы алкоголь ішуден, кажется, бірінші орында тұрады Африка бойынша. Көп ішіледі. Ешқандай завод жоқ, тек қана пивзавод бар ғой. Еще мен ең таңғалған нәрсем Африкаға келіп, то есть Камерунға келіп, алкогольдің рекламасы бүкіл жерде, қай жерге бармасаң да алкогольдің, жаңағы пиваның, виноның рекламалары. Негізінде ондай Қазақстанда, кажется, запрет, да? Көрмейсің ғой еш жерде, ал бұл жерде өте көп. Міне касса. Кассада MasterCardпен төлеуге болады, Orange Moneyмен төлеуге болады. MTN Mobile бар. Yomi деген бар екен, және Machine Cash и какой-то карточка еще. Біз Momoмен төлейміз. Біз көп затты алмадық, сонда да 30.900 сефа шықты. Осылай. Қымбатшылық. Негізі мына торговый центр бірақ этаждық, мынау уже фудкорт. Фудкортта бірнеше кафешкалар бар. Және игровой зал. Кішкентай балаларға арналған. Біз уже кеш келгеннен кейін уже жалықтырған тұрған сияқты. Неше түрлі ойындар бар. Хозяин ақ екен, маған қарап қалды. Біз уже шықтық, мына жерде уже адамдар көбейіп азайып бара жатыр. Көп еді адам. Сағат 9 болды. Негізі осы торговый центрден бұрын негізі басқа маркеттерге баратынбыз, ол кезде торговый центр ешқандай жоқ еді. Местный маркеттерге баратынбыз, олар 8-де жауып қалады, және воскресенье күні істемейтін еді. Бұл маркет жақсы, Carrefour жаңа 9-10-ға дейін істейді, және воскресенье күні тоже істейді. Сол жағы өте удобны. Лейс, Яунде. Carrefour. Мировой не ғой өзі. Хотя оған бойкот жаралған емес пе, де? Бізде басқа маркет жоқ, не істейміз? Осы жерде мен бірінші осы жерге Камерунға келген кезде өтетін жанынан всегда машинамен көретін осы торговый центр жақында ашылады деп каждый раз
и күтіп жүретін ашылғанын, потому что ештеңе жоқ еді ғой, прям сосын ашылса екен деп ойлап жүретін. Ашылды ғой әйтеуір. Парковкасы негізі үлкен, да, осылай. Ана жаққа дейін барады, еще кете береді. Бірақ адамдар соңында да сыймай жатады ғой кей кезде. Прям час пик болып жатады мына жер. Бір күнде кәдімгідей 3-4 тілді араластырып күніге сөйлей бергеннен кейін бір тілде тек қана сөйлеу өте қиын, да, маған. Еще флюент сөйлеу вообще тоже қиын. Всегда араласып кете береді. Енді бәрібір тырысып жүрмін. Анық тек қана қазақша сөйлеуге, но қалай получается, так и получается, короче. Все, біз кеттік. Селена Гомес боламыз. Барларда адамдар отыр ғой. Тамақ жеп.